Сәлем достар, сіздермен Anime KZ арнасы. Бүгінгі видеода біз Дандадан анимесінің бірінші, екінші бөлімдерін қысқаша айтып беретін боламын. Видео басталмастан алтын арнаға тіркеліп лайк қойып ыңғайланып отырып алған болсаңыз, мен видеомды бастаймын. Анименің басында басты кейіпкер Аяси есімді қызды өзінің жігіті ақшасы жоқ болғандықтан тастап кетіп жатады. Ал мен оңайырақ болу үшін Аясені Айнагүл деп айтатын боламын. Айнагүл бұл жігіттен шаршағандықтан оған мощный соққы жібереді. Мощныйнан келген соққыны оңай қайтарған жігіт оны оң қолымен жасаған соққыны да оңай қайтарады. Кейіннен жігіт Айнагүлді бір тебеді де өз жөнімен кетіп қалады. Кейіннен оның құрбылары оған ол жігітті неге жақсы көргендігі туралы сұрайды. Ал Айнагүл болса ол жігіттің түрі Такакура Кенге ұқсайтындығы туралы айтады. Такакура Кен дегеніміз яғни айтқанда нағыз мужиктікті білдіреді. Ал қазіргі таңда ондай жігіттер аз. Кейіннен Айнагүл дәлізде өмірден түніліп кетіп бара жатқанда бір бұзақылардың Ашкарабайға тиісіп жатқандығын көреді. Айнагүл осы кезде просто қызық үшін Ачкарикті бұзақылардан қорғап қалады. Және де Ачкарикке бұрылып, оның соншалықты бас алмай не оқып жатқандығын сұрайды. Ачкариктің ұстап отырған журналын біраз қарап, оның дым түсініксіз екендігін айтады да кабинеттен шығып кетеді. Кабинеттен шыға сала өзінің нафиг жүрісімен кетіп бара жатқан кезде оның жанынан Ашкарбай шығып бір нәрселерді мыңқылдай бастайды. Ал Айнагүл болса оған қарап нормальный сөйлеу керектігі туралы айтады және өзіне дым түсінбегендігін алға тартады. Ачкарик болса ақштың НЛОларды ұстағандығы туралы айтады және Дональд Трамптың шешімі туралы жария қылады. НЛО дегеніміз қазақшаға аударғанда өзге ғаламшарлықтарды білдіреді. Яғни айтқанда Америка құрама штаттары өзге ғаламшарлықтарды ұстады деп сенеді. Ал Айнагүл болса оның өмірде жоқ екендігін айтады да оған игнор ұстай бастайды. Мазасын алып қоймағандықтан Ачкарикке оны жайдан жай ғана құтқара салғандығы туралы айтып өз жөнімен кете береді. Және өзінің артық кеткендігін түсінеді де кері бұрылып оның журналын өзіне қайтарып береді. Және Ачкариктен кешірім сұрап, ол өзі негізінде НЛОларға сенбейтіндігі туралы айтады. Ол тек елестерге сенемін деп айтады. Ал Ашкарабай болса бұл сөзді естігеннен кейін друсиі жыртылғанша күледі. Және екеуі НЛО бар немесе елес бар деп екеуі бір-біріне тісін қайрап қақтығысуға көшеді. Және өз тоқтамдарын толығымен түсіну үшін сабақтан соң кездесуге уәделеседі. Сабақтан соң Ашкарабай Айнагүлді НЛОлар көп жүретін жерге апарады. Ал өзі болса Айнагүл айтқан елестер толы жерге аттанады. Айнагүл Ачкарикке оның телефонымен жақсырақ сөйлесе алатындығы туралы айтады. Ал Ачкарик болса осы сәтте әйгілі елестер толы үңгірге жақындап келгендігі туралы айтады. Өзінің көті шыдамай тұрса да Аясиге елестердің жоқ екендігін дәлелдеу үшін үңгірге еніп кетеді. Ал Аяси болса елестермен байланысқысы келмейтіндігі туралы айтады. Себебі оның барлығы өзінің өткен шағынан басталатындығы туралы айтып флешбектер басталады. Аясиның әжесі елес қуушы болған, яғни айтқанда мыстан болған. Және де ол Аясиге ерекше әдіс тәсілдерді қолданып жүру керектігі туралы күнде айтатын. Аясині барынша елестерден қорғау үшін ылғи да мектепке барарда және мектептен қайтарда осы рәсімді жасап келуге көндіретін. Ал Аяси жақсы көрген бала болса оны осы ісі үшін жақтырмай мазақ қылатын. Аяси осы сәтте әжесін дұрыс түсінбей оны керісінше жаман адам деп есептейтіндігі туралы айтады. Бірақ та Аяси қазіргі таңда өзінің әжесін қатты жақсы көретіндігі туралы айтады. Кейіннен флешбектер жалғасады. Аяси үйіне әрқашан бұл рәсімді жасамай қайтатын. Бірақ оны әжесі әрқашан оны қуанып күліп қарсы алатын. Және Аясиге әрқашан қолдау беріп ішінде болатындығы туралы айтады. Кейіннен флешбектер аяқталғаннан кейін бізге Акарунды көрсетеді. Ол Аясиның әңгімелерін тыңдап келе жатып жерден бір қан іздерді байқайды. Және де оң жағына қарай қарап ешкімді таппай сол жағындағы кемпірді көріп вахуй болады. Кемпірді көре сала Акарун 180 мен жоғарыға қарай баса жөнеледі. Ал кемпір болса қазіргі балаларда ұят жоқ, үлкен кісіні жүгіртеді дейді де артынан барып Акарунға маңқ еткізеді. Осы сәтте Айнагүл өзінің телефонының қуып кеткендігін байқайды және де қасынан НЛОның 3 адамын көреді. Және ол да
қашуға тырысып, бірақ соңында қолға түсіп қалады. Көзін ашып, ол бір зертханадан пайда болады. Өзге ғаламшарлықтар эксперименті болғаннан кейін Аясені қайтаратындығы туралы айтып, оның киімдерін жинаған түрлерін көрсетеді. Және де олар Аясені зерттеу үшін ұрлап кеткендіктері туралы да айта кетеді. Әрі қарай құралдары арқылы Аясені ұйықтату үшін оған гипноз қолдана бастайды. Және сол сәтте телефоннан бір түрлі дауыстар естіледі. Оны көруге келген өзге ғаламшарлықты телефоны ішінен бір аяқ маңқ еткізеді. Және де телефонның ішінен бір түрлі мақұлық атып шығады. Бұндай затты көрген өзге ғаламшарлықтар вахуй. Әрі қарай шыққан мақұлық өзге ғаламшарлықты жарға жабыстырып тастайды. Сөйтсек, бұл өзіміздің очкаригіміз екен ғой. Оның күшін көрген өзге ғаламшарлықтар бірден нормальный формасын қабылдап алады. Және әрі қарай кішігірім шайқас орын алады. Осылайша жарға жабысып қалған Акарунның басында флешбектер ойнай бастайды. Акарун шигол кезінде Энолларды күнде шақыратын болған екен, бірақ оған Эноллар ешқашан келмеген екен. Сөйтіп жүрген кезде ол бір күні Айнакүлді кезіктіреді. Және де ол өзінің алғашқы досынан айырылып қалғысы келмейтіндігі туралы айтады. Және қайтадан құбыжыққа айналып кетіп, енді шабуылға басайын деп жатқанда, оны өзге ғаламшарлық қайтадан сол тесікке қадап тастайды. Осындай көп экшеннің арқасында Айнагүлдің басында флешбектер ойнай бастайды. Айнагүлдің әжесі оған өз сыйын шығарып үйрену керектігі туралы айтады. Аясы өз ғашығының өзін мазақтағанын көтере алмай, әжесінің рәсімді бас тартып қашып кетеді. Осы шақта Аясы әжесін жақсы көретіндігі туралы айтып, өзінің ішіндегі сыйын оятып алады. Және де мощный өзге ғаламшарлықты өз ракетасынан ұшырып жібереді. Очкарик болса есін білмейтіндіктен Аясеге шабуыл жасай бастайды, ал Айнагүл болса оның ішіндегі мыстан кемпірді шығарып тастайды. Сөйтсек, кемпір ол балаға қарғыс жіберіп, оның бананы мен 2 жұмыртқасын алып кеткен екен. Әрі қарай олар отқан ракета жерге құлайды. Және де Айнагүл мен Очкариктің дін аман екендігіне көз жеткіземіз. Айнагүл осы сәттен бастап Очкариктің ішіндегі рухты ұстап тұрмаса, Очкарик құбыжыққа айналып кететіндігін білеміз. Кейіннен олар тұрып, енді үйлеріне қайтайын деп жатқан кезде Тормоз Очкарик оған өз киімдерін ұсынады. Осы сәтте Айнагүлдің жүрегі тез-тез соғып кете бастайды. Оны білдірмес үшін Айнагүл, екеуміз әлі таныспадық қой, деп Очкариктің есімін сұрайды. Және де Очкарик бұрылып Такакура Кен деп жауап береді. Осылайша Дандадан анимесінің бірінші сериясы аяқталады. Екінші серияның басында Айнагүл өзіне бұндай аттардың ұнамайтындығы туралы айтады. Және де оған Акарун деп ат береді. Біз оны ыңғайлы болу үшін Асылжан деп айтатын боламыз. Кейін олар не істейтіндіктерін жоспарлау үшін біздің Айнагүлдің үйіне қарай жол тартады. Және де Айнагүлдің үйіне келгеннен кейін Акарун аулаға кіре берісте өртеніп кетеді. Оның себебі біздің Айнагүлдің әжесі мыстан болуындықтан. Яғни айтқанда, әжешка мыстан болғандықтан оның үйіне елестер кіріп кетпес үшін дұға жазылған қағазды үйінің ауласына жабыстырып қойғандығы анықталады. Ал естеріне сала кететін болсам, біздің Акарун жартылай рухқа айналып кеткен болатын. Әрі қарай олар қағазды алып тастап үйге келеді және Айнагүлдің әжесінің үйде жоқ екендігін аңғарады. Киімдерін алмастырып алу үшін олар Айнагүлдің бөлмесіне көтеріледі. Және бізді Акарунды әрқашан бақылауда ұстамаса, ол құбыжыққа айналып кететіндігін есімізге сала кетейік. Сол себепті Айнагүл Асылжанды біраз уақыт қолымен ұстап тұруға мәжбүр болады. Кейіннен Айнагүл Турбо Кемпірдің айтқан сөздерін есіне түсіреді. Және де ол одан шынымен де жоғалып кеткен бекен деп сұрайды. Және де ол Асылжаннан көрсетуін өтініп, екеуі сол үшін біраз қырылыса бастайды. Әрі қарай Айнагүл Асылжаннан неге өзінің артынан ергендігін сұрайды.
сұрайды. Ал Асылжан болса өзінің достары жоқ екендігін және де осы сәт ол үшін үлкен мүмкіндік болғандығы туралы айтады. Және олар тағы да қырылып жатқан кезде олар ерекше бір дыбысты естіп қалады. Және де асықпай төменге түсу нәтижесінде олар қағазды өз орнына жабыстыру керектігін ұмытып кеткендері туралы естеріне түседі. Және де олар осы қағазды жабыстырмау нәтижесінде оларға зұлым рухтар келіп тұр деп көтендері дірілдей бастайды. Кейін не де болса да осы қағазды өз орнына жабыстырып тастау керек деген мақсатпен Асылжан мен Айнагүл далаға шығады. Және олар сыртта тұрған кездегі жоғарыда тұрған бір затты байқайды. Және ол ауланы толығымен тас қабырғалармен жауып тастайды. Әрі қарай олар тас қабырғадан қалай шығатындықтарын ойланып жатқан кезде Аясенің мұрнынан қан кете бастайды. Сөйтсек бұл жердің аурасы қарапайым адамдарға ерекше әсер ететіндігі анықталады. Кейіннен екеуі әрі қарай не істейтіндіктерін ойланып тұрған кезде олардың артынан амбалдай бір өзге ғаламшарлық пайда болады. Және оларға соққыларын жаудыра бастайды. Амбал өзге ғаламшарлықтың ударынан сақтанып қалған Асылжан мен Айнагүл бірден Сиппонте no Jutsu әдісін қолдана бастайды. Осы сәтте ол жердің аурасы оларға қарсы ерекше әсер ете бастайды. Және де Акарун жартылай құбыжыққа айналып тұрады. Кейіннен Асылжан братан бүйтеді ғой, ана жерде алатта кішкентай ғана күшін босатып өзіне бағыныңқы етіп кемпірдің күшін пайдаланғысы келеді. Және сумошы өзге ғаламшарлыққа қарсы өзінің күресетіндігі туралы айтады. Осы сәтте олардың әңгімесін оларды тауып алған сумошы өзге ғаламшарлық құртады. Айнагүл әпшем барынша тырысып Асылжан братанға сәл ғана күшін ғана жібереді. Ал турбо кемпірдің күшін өзіне бағындыра берген Асылжан братан сәтте оларды удардан құтқарып қалады. Және де осылайша чатқа дерзкий братан, Асылжан, турбо кемпір қосылады. Ол өзінің дерзкий формасын қабылдап алған кезде өмірден түніліп кеткен клен негатив іздейтін бір құбыжыққа айналып кетеді. Және де сумошы өзге ғаламшарлықтың шапалақ соққысы кезінде турбо братанымыз оның саусақтарын шауып түсіреді. Кейіннен братан тағы да соққылар жасайтын кезде оның күші аяқтың астынан таусылып қалады. Сөйтсек бұл турбо кемпірдің қуатын қарапайым адам тек 2 рет қана пайдалана алады. Ал Асылжан братан әлі тек 1 рет қана пайдаланып үлгерді. Әрі қарай олар сумо ойынының ережесін естеріне түсіреді. Және сумошыны бетімен ғана түсірсе олар жеңетіндігін түсінеді. Және де Асылжан братан бар күшін бойына жинап тағы 1 рет өз қуатын өзіне сіңіреді. Және сумошының аяғына соққы береді. Турбо кемпірдің барлық күшімен келіп соққы берген Асылжан братан шаршап қалады. Оны Аясы әпшеміз жайлап жерге қондырады. Жайлап дегенде енді жаймен қондырған сияқты болды енді. Және де олардың ойлағаны іске аса бастайды. Және Асылжан мен Айнагүл өздеріне мақтанып қуанып жатқан кезде Сумайс братан аяғымен жерге діңк еткізіп тұрып қалады. Сосын Айнагүл әпшемді алып жарға қадап тастап оған соққыларын жаудыра бастайды. Акарун оған көмектеспек болған кезде оған Айнагүл әпшем көмектеспей ақ қой, өзімнің бір ойлағаным бар деп айтады. Және өзге ғаламшарлыққа тіл тигізіп оған өзін соққылай алмайтындығын айтады. Қаншама соққыдан кейін Аясе өзінің межелі жерге жеткендігі туралы айтып Акарун братанды өзіне тартып алады. Кейіннен әжесінің қағазын өз орнына жабыстырып өзге ғаламшарлықты отқа орап жібереді. Және де Асылжан братан екеуі жеңгендеріне мәз болып қарап отырады. Өзге ғаламшарлық өлгеннен кейін ол жердегі локацияда жоғалып кетеді. Өздерінің жеңгендеріне қуанып отырған кезде Айнагүл әпшеміз жаңағы соққыларға шыдамай есінен талып қалады. Айнагүл әпшем талып қалғаннан кейін Асылжан братанның әдеті қозып ол елеске айнала бастайды. Осылайша Дандадан анимесінің 2-ші сериясы да аяқталады. Видео ұнаған болса арнаға тіркеліп лайк қоюды ұмытпа. Келесі қандай анимені шығарғанымды қалайсың пікірге жаза кет. Сіздермен бірге болған Аниме KZ арнасы келесі кездескенше чао.